Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Тақырыбымыз алкандар. Сабағымыздың мақсаты қаныққан көміртектер туралы жан-жақты түсінікті метан мысалында қалыптастыру, алкандар жайлы толық мағлұмат беру. Алкандар, яғни қаныққан көмірсутектер, парафиндер. Біз бүгін органикалық химияның үлкен тарауы бөлімі алкандарға тоқталамыз, яғни қаныққан көмірсутектерге. Алкандар деп отырғанымыз көміртектің барлық атомдары дара сигма байланыспен байланысқан, жалпы формуласы көріп отырғандай SN H2N қосылған 2. Қаныққан көмірсутектердің ең қарапайым мүшесі метан. Метан гомологтарымен қарастырайық. Метанның гомологтық қатарлары, яғни гомологтар деп отырғанымыз құрылысы мен қасиеті ұқсас бірнеше жаңағы CH2 тобына айырмасы бар, жалпы формуласы бірдей заттар. Мысалы, енді жаңағы метан қатысында қарастырамыз ғой. Метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан арғарай кете береді. Осы көмірсутектер, яғни ең қарапайым көмірсутек бізде жаңағы метаннан басталып отырса, көміртегідегі сандары, яғни көміртегі 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген сияқты реттік номермен түсіп отырады. Оны мен сіздерге қазір көрсетейін. Мысалы, жаңағы нені алсақ, көміртегі мана индекстар кетті. Ал сутек атомы 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 деген сияқты жұп сандармен ары қарай жалғасып отыр. Бұл жерде көміртек жаңағы біз айтып отырғандай CH2 тобымен, яғни 2 санына ары қарай қосылып кетіп жатыр. Енді қараңдар балалар, мен неге мына ан жұрнақтарын белгілеп қойдым? Өйткені мысалы біз бүгін қаныққан көмірсутектерді, яғни алкандарды қарастырамыз деп отырмыз. Алкандарға, яғни жаңағы құрамындағы сутегі атомы барлығы жеткілікті толыққанды көмірсутектер қарастыратын болсақ, ал келесі бөлімде мысалы қанықпаған көмірсутектер, алкиндер, алкиндер деген сияқты ен немесе елен жұрнағымен алмасатын көмірсутектерді қарастырамыз. Мысалы, оларды бір-бірінен қалай ажыратамыз десеңіздер, мына жерде жаңағы формуласына қарап ажыратуға болады. Бұл жерде жаңағы көміртегі мысалы CH4 болса, метан, ал ол жерде CH3 болады. Ал этандікі H6 болатын болса, ол жерде C2H4 болады. Яғни олар уже ан жұрнағын ин немесе елен жұрнағына алмастырады. Метан, метил, этан, этил немесе этилен деген сияқты. Пропан, пропил, пропилен деген сияқты ары қарай кете береді. Яғни бутан ан жұрнағымен аяқталып тұр. Ана жерде жұрнақтарын алмастырып жібердіңіздер, яғни ин, елен жұрнағы деп кете береді. Сондықтан енді бұл жерде жаңа құрылымдық және өзінің атаулына қарасты біз ажыраттық қой формулаларды. Енді қараңыздар, қаныққан көмірсутектердің құрамы жаңағы толығымен жеткілікті болғандықтан олар реакцияға түсуге бейім емес. Оларға осы сутек атомдары толыққанды жеткілікті, сондықтан олар әлі де ешқандай реакцияға түсуге бейім болмайды. Сондықтан егер біз басқа реагенттерді қосатын болсақ, онда біз сутек атомын босатып беруіміз керек. Өйткені жаңағы C2H6 деп сразу қасына тағы да түзілген нені өнімді жаза алмаймыз. Мына жерде жаңағы алтының орнын алып тастаймыз да, C5, одан кейін барып уже жаңағы қосылысты жазамыз. Кез келген мысалы йод бола ма, кез келген элементті ары қарай қоса береміз. Енді тағы да түсіндіріп кетейін дегенім, қанықпаған көмірсутектерде жаңағы сутек атомдары наоборот жетіспейді дедік, керісінше. Мына жерде жаңағы реттік сандар қалды, бірақ мына жерде уже мына жерде 6 емес, мына жерде 4, мына жерде 6, 8 емес, мына жерде уже 10 емес 8, байқап отырсаңдар, уже қанықпаған көмірсутектерде жетіспейді. Наоборот, екі сутегі атомы жетіспегендіктен олар реакцияға түсуге бейім, әлі де болмасын, яғни өздерінің сутек орындарын толықтыру үшін олар
реакцияға түсуге әрқашанда бейім болып келеді. Осыны ескергендерің дұрыс. Келесі. Физикалық қасиеттеріне тоқталайық. Физикалық қасиеттері, яғни бастапқы біз айтып кеткен жаңағы метаннан бастап бутанға дейін бастапқы 4 сат олар газдар. Яғни қайнау температуралары, оны экранда көріп отырғандай 161-де 6 градустан 0,5 градус Цельсийға дейін. Яғни ал балқу температуралары 182-де 5-тен, яғни 138-де 3 градус Цельсий болып келеді. Енді келесі, мына жерде С4-ке дейін, яғни бутанға дейін не болды? Газдар болса, С5-тен бастап 15-ке дейін сұйық заттар болып келеді. Яғни температуралары тоже самай, қайнау температуралары 36,1, яғни 270,5 градус Цельсий. Ал балқу температуралары болса 129-да 8 және 10 градус Цельсий, 10 градусқа дейін. Ал көміртегі 16-дан бастап, яғни ары қарай барлығы қатты заттар болып келеді екен. Яғни қайнау температуралары 287-де 5 градус Цельсий, ал балқу температуралары 20 градус Цельсий. Енді салыстырмалы молекулалық массалардың өсу ретіне қарай қайнау температуралары мен балқу температуралары артатындығын көріп отырсыздар. Метан туралы айтып кетсек, біз жаңа айтып кеттік, яғни түссіз, иіссіз суда өте нашар еритін жанғыш газ. Яғни ол ауадан 2 еседе жеңіл. Осы ауадан 2 есе жеңіл екендігін қазір санап көреміз салыстырмалы тығыздығы бойынша. Яғни ол 0,53-ге тең дейді. Ал алкандардың бастапқы 4 мүшесі біз жаңа газдар пентаннан бастап пентадеканға дейін олар сұйық заттар, ал қалғандары қатты заттар екенін айтып кеткен болатынбыз. Енді олар судан жеңіл, сумен араласпайды, органикалық еріткіштерде жақсы ериді. Алкандар негізі олар жаңағы жанғыш газдар болып келеді екен. Яғни жанғыш заттар, бастапқы 4 затты біз көбінесе жаңағы метан, жаңағы пропан, бутандардың барлығын біз үйде газ ретінде қолданамыз. Сонымен студенттер, біз жаңа метан иіссіз, түссіз ауадан 2 есе жеңіл газ деп айтып кеттік. Қазір соны салыстырмалы молекулалық массасын есептеп санап көрейік. Мысалы, МР салыстырмалы молекулалық масса метан болса, CH4. Көміртегенің атомдық массасы 12, білесіңдер. Және сутегінің атомдық массасы 1, бірді біз 4-ке көбейте саламыз, яғни қосамыз 4. Жауабы 16, я? Яғни граммна 0. Енді ауамен салыстырмалы тығыздығы, ауадан 2 есе жеңіл газ деп отырмыз ғой. Ауаның тұрақты шамал, ол ДА 29-ға тең. Енді осыдан шығарсақ, яғни 16-ны біз бөлеміз 29-ға, тең 0,55 шығады. Біздің ауадан 2 есе жеңіл газымыздың тығыздығы шықты. Химиялық қасиеттері. Химиялық қасиеттер алкандар орын басу, айырылу, изомерлену және тотығу реакцияларына түседі. Бірінші орын басу реакциялары, яғни қарастыратын болса, метанның хлорлану реакциясы жарықтың немесе температураның әсерінен жүреді. Бірінші неде көріп отырғандарыңыздай, яғни мына жерде
тек қана бір хлорметан яғни түзіліп отыр. Мына жерде 2 яғни дихлорметан түзілді. Мына жерде үшіншісінде трихлорметан яғни 3 хлор. Одан кейін төртіншісінде тетрахлорметан түзілді. Тотығу реакциялары екінші не бойынша, яғни мына жерде тотығу реакциясында метанға оттегін қосып жаққан кезде әрдайым көмір қышқыл газы мен сутегі бөлінетінін біле жүріңіздер. Ал айырылу ыдырау реакциялары қыздырғанда, яғни метан мәні көміртегіне және сутегіне айырылды. Қыздырғанда алкандар термиялық айырылады. Мысалы, көріп отырсыздар, мына астында 3 қос байланыс түзді. Және нейтралдеу реакциясы. Бұл реакцияны орыс ғалымы, яғни Коновалов ашқандықтан 1880 жылы осы реакцияның атауын Коновалов деп атады. Реакция теңдеуін жазып алуларыңызға болады. Келесі бізде тізбекті реакциялар деген нелеріміз бар, бөліміміз, яғни метанның галогендену реакциясы тізбекті бос радикалы механизм бойынша жүреді. Жұптаспағандар электрондар бар, яғни белсенді бөлшектер бос радикалдар деп аталады. Ал тізбекті реакцияларды зерттеуде орыс жаңа химигі Семенов көп еңбек сіңірді. Ол тармақталған тізбекті реакцияларды ашып, олардың механизмін зерттеп, теориясын тұжырымдады. Және тізбекті реакцияларды зерттеуде Нобель сыйлығының лауреаты атанды. Алкандардың қолданылуы, мына мен бағана сіздерге физикалық қасиеттерін көрсеткен кезде осы слайдымда ашылмай қалдым. Органикалық заттар, яғни алуды, каучук, резеңке өндірісінде, жаңағы тұрмыста отын ретінде, тағы да көріп отырсыздар газ ретінде, тағы да мына жерде көріп отырсаңыздар жаңағы өндірісте күйе, яғни картридж, резина, типографиялық бояу мына жерде көріп отырсыздар. Бірде екіде резинкалардың суреті, мына жерде уже сурет бойынша тауып аласыздар. 4 пен 7, яғни бүкіл жаңағы органикалық заттар, еріткіштер, тоңазытқыштарда, жаңағы метанол, ацетилен өндірісінде өте көп қолданамыз. Алкандардың алынуы осы неге тоқталсақ. Мысалы, карбон қышқылдарының тұздарынан алу. Мына жерде реакция теңдеуін мен сіздерге жазып қойдым. Осы нелерді, теңдеулерді өз дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Галоген туындыларын алу, Бёрц реакциясы арқылы мына жерде тоже самое реакция теңдеулерін жазылып тұр. Алюминий карбидінен алу, мына жерде реакция теңдеуін жазып алыңыздар. Теңестірілген. Олардың барлығына жеке-жеке тоқталып жатпайық. Реакция жазылып тұр, сондықтан барлығы түсінікті деп ойлаймын. Алкандардың аталуы мен формуласына тоқталсақ, балалар, жаңағы біз бағана айтып кеткендей, яғни метан, жаңағы оның радикалы, яғни метил деп аталады. Ан жұрнағын ил жұрнағына алмастыру арқылы біз қаныққан көмірсутектерден қанықпаған көмірсутектерді алып отырмыз. Яғни этан, этил формуласын көріп отырғандарыңыздай, мына жерде сутек атомдары қысқарып отыр. Пропан, бутан, пентан. Яғни пропанымыз пропил, бутанымыз бутил, пентанымыз пентил. А егер илдің орнына ен жұрнағын қоссақ, метен, этен, пропен, бутен, пентен деген сияқты атаулары өзгереді. Тағы да алкандарға тоқтала кетсек, сонымен біз жаңағы 4 бастапқы газға тоқталамыз. Бұл жерде сіздермен қазір сабақтың соңында, осы видео сабақты көргеннен кейін, мен сіздерді Жаңбырт бағдарламасында күтетін боламын. Мына жерде осы тапсырмаларды орындайсыздар және өздеріңізде сабақ барысында жаңағы қиындық туындаған сұрақтарыңызды қоясыздар.
тағы да көптеген тапсырмалар орындаймыз. Мен сіздерді Жамбард бағдарламасында күтемін. Ал астында жаңағы ссылкасын тастаймын, ссылка арқылы қосыласыздар. Ал сұрақтарыңызды сол жерде кері байланыс жасау үшін сол жерде күтемін. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.